әзір сәби сүймек түгілі тұрмысқа да шыққан жоқ. Дегенмен арада біраз жыл өткесін, Мақпалдың есіміне дәл осындай теңеулер тіркесіп айтылуы мүмкін. Сенбесеңіз, бүгінгі Алақан айна айдарын бастан аяқ тамашалайық. Алақан айна айдарының бүгінгі қонағы Мақпал Исабекова. Мақпалдың алақан сызықтары қандай сыр шертеді екен, тыңдап көрейік. Міне, Қазақстан шоу-бизнестен ойып болмаса да, ойландыратындай орын алған Мақпалдың алақан суретін түсіріп алды. Енді оны хиромант Андрейге көрсетпей тұрып, әнші қыздың көңіл күйін біліп алса. Қолымен оқитын адамдарға да барып көрген жоқпын. Сондықтан қобалжып отырмын да, қорқып отырмын бір жағынан, қазір маған не айтады екен деп. Көремін, білмеймін, айтып көрсін. Қай жерінде шыны бар, қай жерінде өтірігі шығып қалса, оны да айта жатармыз. Міне сөзіне қарағанда Сылқым өзі туралы бала ашқызуға емес, хиромантты сынауға келген сияқты. Ендеше біз де Мақпалға қосылайық. На данный момент человеку 27 лет. За рулем сидеть аккуратнее, если вы сидите за рулем. Это вам предупреждение на 1,5 года. Я за рулем не езжу, потому что я боюсь. Ну вот кто с вами будет ездить, просто внимательно относитесь к нему, если там скорость увеличена. Жасын дәл тапты, бірақ Мақпал әзірге көлік жүргізбей. Алайда оның көлік атауына қорқатын әдеті бар. Осыларды естіген соң хиромантқа көңілі толды ма, әнші бикеш қашан тұрмысқа шығып қанша бала сүйетінін сұрай бастады. Возможно, 2 брака. Детей на роду тоже 2. От разных браков или от одного? От разных. Ого. А когда появится первый ребенок? До 33 лет у вас появится первый ребенок, второй в течение 1,5 года. Мақпалдың ана бақытына ие болар күн әзірше алыстау екен. Ендеше оның болашақ қосағы туралы біле отырсақ. Ну, супруг, естественно, обеспеченный человек. Не исключено, что с вашей вот епархией, как шоу-бизнес или продюсирование, или еще что-то с этим связано. А жить я где буду? У вас много линий поездок. Вы везде по чуть-чуть будете жить. Я не знаю, где у вас. Там же не пишется Америка, Москва, на родине или где-то? Не указывает хиромантия. Именно, еще раз говорю, у вас очень много поездок, у вас может быть много недвижимости. Әрине, Мақпалдың қайда тұрып, қайда жүретін уақыт көрсетеді. Ең бастысы әнші қыз өзге жұрттың жолын кетпей, алдымен өзін қорғау жайын ойлағаны дұрыс. Бикештің мінез құлқы туралы бұл мәліметтер де оның алақанда сызықтарында жазылу тұрған болып шықты. Вы хорошо можете напасть, но очень трудно можете защищаться, поняли? Умение нападать и выставлять себя, допустим, в каком-то аспекте, это еще не говорит о том, что я хорошо умею защищаться. Не умею защитить? Нет. А кто меня защитит? Сами себя защитите, сами убрав свою эмоциональную подоплеку. Сондай-ақ балгер бұрымдыға қасындағы адамдардан сақтану керектігін айтады. Присмотрите еще немного к своему окружению. Может быть, кто-то не так играет или не соответствует тому, что вам предлагает. Доступно? Ол адамның кім екенін Мақпал іштей сезген сияқты, бірақ ол шыдамсыздық танытып, сол қауіп төндіретін кейіпкер жайында сұраймын деп Андрейден сөзді естіп қалды. На них не торопитесь жить. Вот у вас овальная вот эта вот часть, все хочется сегодня и сейчас. А ноготок сам по себе длинный. Это целеустремленность и даже упертость. Из-за вашей сильной эмоциональности именно у вас очень много, такое ощущение, что сестра Абрамовича. Серьезно? В будущем. Хироманттың сөзіне сенсе, келешекте Мақпалды жеке әнші ғана емес, басқа да қырларынан танып қалуымыз әбден мүмкін. Есть еще какие-то возможности. Это, допустим, не модельный бизнес, может быть связано с кино или клипов очень много будет. Вот. Бұл сөздер Сылқымның құлағына жаққан сияқты. Ол әрі қарай түсірілімді тоқтатып, балгерге өзінің алғысын білдірді. На самом деле вы сказали 2 важные вещи, которые я хотела услышать, да, то, что дети у меня будут, потому что этот вопрос очень меня тоже... И первая девочка. Да, я и хочу девочку. Вот. И второй вопрос, что старшая у меня будет не одинокая. Нет, и что самое интересное, еще раз говорю, вот смотрите, это можете посмотреть, вот, безбедная и не одинокая, вот эти развилки говорят. Хироманттың айтқаны келіп, Мақпалдың үміті ақсалуына тілектеспіз. Жұлдыздардың өзге түгілі өздерінен де жасыратын сырларын білгіңіз келсе, алдағы аптадағы Джу Бокс бағдарламасының алақан айдарын жіберіп алмаңыз.